салғандықтан, есім Мади, білімдегі газетінің журналистімін. Жалпына мақалаңызды оқи отыра бірнеше менде сұрақтар туындаған еді. Сол сұрақтардың бірі мына қашықтықтан оқыған кезде көптеген балалар ақпараттарға, өзіне қажетті ақпараттарға ие болады дегенсіз. Ал кейбір ата-аналар бұл тұрғыда әрине бұған қарсы. Олардың ойынша олар ақпарат алып қоймай, сонымен қатар мүлде сабаққа қатысты емес заттарға балалардың ой жаңағы несі бөлініп кетеді дегендей. Мысалы, сабақ оқи отырып, ол жаңағы кино көріп кетуі мүмкін, жаңағы ойын ойнап кетуі мүмкін дегенде, осыған қатысты өзіңіздің ой пікіріңізбен бөлісіп кетсеңіз. Енді қазір цифрлық технологияның білім беру жүйесі дәл қазіргі таңда ерекше жоғары болып отыр, талап соған келіп отыр ғой. Сондықтан да біз бұрын енді мектепте осыған дейін тек оқулықпен ғана оқытып, қосымша дидактикалық материалдарды қолдануды жолға қойса, енді қазіргі таңда біз ондай оқулықтар мектепте, кітапханаларда оған қол жетімсіз болғандықтан оқушыларға біз осы ақпараттық құралдар арқылы өзінің тақырыбын терең іздену үшін, зерттеу үшін, өздігімен жұмыс істеу үшін ақпараттарды іздеу мүмкіндігі беріледі. Ол ақпаратты әрине қадағалауда болу керек. Бірінші, ата-ананың тарапынан да және мектептің мұғалімінің тарапынан да. Өйткені сол тақырыпқа байланысты, сол оқу материалын тереңдеп ұғыну үшін берілетін тапсырма. Яғни бұл баланың өздігімен жұмыс істеуге, зерттеуге, шығармашылыққа, қиялына, өзінің көзқарасын сол тақырыпқа байланысты кеңейту үшін беріп отырған материал болып саналады. Сондықтан ата-аналар бұған қорқынышпен қарамау керек, бірақ ерекше қадағалаумен, тәртіппен, ретімен ұйымдастырылса, оның бала үшін көптеген маңызы бар деп есептейміз. Осы Қазақстанның білім берудегі цифрландыру технологиясының мүмкіндігі қандай қазір? Енді Қазақстанда бұл осыдан 10 жылмен салыстырғанда көп жетістіктерге, биік белестерді бағындырған жағдайымыз бар. Енді осы жағдай, осы коронавирус дертінің енуі біздің білім беру жүйесінің осында цифрлық жүйеге көшудегі жетістігіміз бен кемшілігімізді анықтап берді. Біз әлі нені дамытуымыз керек, қандай бағытқа көңіл бөлуіміз керек дегенді алдымызға қойып отыр. Бірінші мысалы ғылымның алдында тұрған, мысалы осы ақпараттық технологияларды білім жүйесіне енгізгенде қандай мүмкіндіктер бар, сол бағыттағы зерттеу болса. Екінші, сол мүмкіндіктерді пайдаланған кезде балалардың психологиялық қандай ерекшеліктері бар, қандай дидактикалық мүмкіндіктер, қандай педагогикалық мүмкіндіктер, соны анықтау алдымызда үлкен міндет болып тұр. Екінші, біз осы кезге дейін электрондық оқулықтарды мойындаған жоқпыз. Бірте-бірте мынау мектепке арналған оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің барлығының электрондық нұсқасы болу керек. Бұл осындай кездейсоқ жағдай кезінде баланың кітаптан электрондық оқуға көшуіне мүмкіндігі бар. Оның екінші жағы бар. Қазір айтып жатырмыз, баланың мектепке барған кезде көтеріп баратын кітаптарының салмағы өте ауыр дейді. Егер бала мектепке ауырып бармаған жағдайда, бір себептермен мектепке сабаққа қатыса алмаған жағдайда, ол электрондық оқулықты алады да, сонымен оқу мүмкіндігіне ие болады. Міне осындай жақтарды болашақта біз әлде күшейтуіміз керек пе деп ойлап отырмыз. Екі жағынан. Ал енді қараңыз, мынандай тағы бір сұрақ туындап отыр, сөзіңізге қарай. Дегенмен де сіздің ойыңызша мына мектепте қазіргі таңда ұялы телефондарды немесе планшет, электронды кітапша дейтін жаңа покетбук дегендер бар. Соларды қолданған дұрыс па қазір сіздің ойыңызша? Әрине. Қазіргі бір әлемдік кеңістікте осы кең қолданып жатқанда оған да мүмкіндік береді. Біз көбінесе тежеу жасаймыз. Өйткені қаншалықты тежеу жасағанмен бәрібір бала соған барады. Өйткені қазіргі талап соған әкеліп тұр. Бірақ біз мынау әлемдік деңгейдегі Оксфордтың зерттеуші ғалымдарының
шет елдің белгілі деген ғалымдарының тіпті мынау 80-ші жылдары Пеппер деген мықты мынау Лего профессор атанған 80-ші жылдары. Соның өзі айтып кеткен ғой, оқу процесінде осыларды параллельно пайдалану керек. Бұл алдымыздан шығады. Сол кезде болжап кеткен. А қазір сол көп қолдану, соны дұрыс қолдануға үйретуіміз керек балаларды. Мысалы, Жапон елдерінде ол қолданады, бірақ дұрыс бағытта қолданады. Ал соны қолданбаған, тежеу жасағандықтан болар, қазіргі соны дұрыс қолдануды үйретпегендіктен шығар. Бізде әлі компьютерлік сауаттылығымыз төмен. Әлі біз егер соны дұрыс қолдануды үйрететін болсақ, біздің бүкіл еліміздегі бүкіл салалардан осы ақпараттандыруға, цифрлық технология көшуге, мынау барлық атқарып жатқан процестердің жеңілдеуін ойлап шығаратын біздің болашақ мамандарымыздың болуына әкеледі деп ойлаймын. Тағы бір сұрағым бар мына сізге. Сіздің ойыңызша қазіргі таңда осы қашықтан оқу жүйесі балалардың сауатын ашу бағытында кері әсерін тигізе ме, әлде пайдалы жақтары көп бола ма бұдан? Енді бұның мысалы бастауыш мектептер үшін өте жақсы жағы бар. Өйткені қандай жағдайда, егер баланың өзінің уақытысы бар, өзінің отыратын, жалып кететін кезі бар, егер ол балаға қызық болмаса, сондықтан да бүкіл ұйымдастырылған процестердің бар ойын ретінде беріледі. А бізде ондай құралдар аз. Ойын арқылы орындалатын оқу процестер. Сондықтан да егер бізде жаңада дидактикалық ойындар, тандемдер көп болатын болса, онда ол балаға жеңіл болады, ол бала ойнап отырып қалай меңгергенін білмей қалады. Ондай қолданып жатқан мұғалімдеріміз бар. Мен қарап отырмын, өте жақсы қолданылады. Ол жеңіл қабылданады. А мектепте не? Мектепте өте жақсы сапасы барлығы. Бірақ мұғалімнің айтқанынан әбден шаршап та кетуі мүмкін болады. Жалығып та кетуі мүмкін. Егер ендігі процесс балаларға бұл жерде сапа шамалы көтеріп қалуы мүмкін. Енді басқа бір ортаға келді, басқа бір жағдайға келіп жатыр да, балалардың осыған қызығушылығы мол болуы мүмкін. Бәрі ойын арқылы, бәрі осындай болғандықтан да оның жақсы жақтары болуы мүмкін. Сосын бұл цифрлық технологияның бір ерекшелігі бүкіл пәндер байланыстырылып берілуге жағдай жасалынады. Мысалы, жаратылыстану пәнін математикамен байланыстырады, математикасын жаңа сауат ашумен байланыстырады, бәрі ойын болғандықтан бала тез қабылдайды. Сонда баланың мен ата-аналардан естіп жатырмын, мүмкін осы арақашықтан оқытуды қалдырамыз ба, біздің балаларымыздың сондай ынтасы артып кетті және жинап жатқан балдар көбейіп жатыр деген пікірлерді мен мынау әлеуметтік желіден оқып жатырмын. Бұның да сапасын көруіміз керек. Бұл біздің бір аптаның ішінде байқаған нәтижелеріміз. Егер осыны 2-3 айда бақылауға алсақ, оның былайғы оқыту мен қазіргі арақашықтан оқытудың арасын қарауға болады салыстыруға. Мысалы, кейбір шетелдерде менің естуім бойынша бір аптасына 1 рет оқуды білмеймін, енді оқуды бар ғой енді оларда. Бірақ даже еңбектің өзі, жұмыстың өзі сондай ұйымдастырылады. Мысалы, Дубайда бейсенбі күні 1 күн арақашықтықта жұмыс істеу жолға қойылған. Егер бұндай бір жүйені біз практикаға енгізуіміз қажет шығар. Баланы мектепке барғызбайтын, сенбі күндерді осындай онлайн оқыту жүйесі қолға алынып керек шығар деп ойым бар. Енді жаңағы қашықтан оқу демекші, мынандай тағы да бір ой келіп тұр. Осы бір ақпарат көздерінен өзім оқыған, өзім таныстарымда Америкада жүргендер әлі айтады да, 90-шы жылдардан бастап Америка құрама штаттары қашықтан оқу жүйесін сол кезден бастап уже қолға ала бастаған. Неге десеңіз дейді, өйткені қазір Америка неше түрлі кинолар түсіреді ғой, неше түрлі апокалипсис туралы фантастикалық. Сондай жағдайға тап болған жағдайда үйде отырып осы қашықтан оқу жүйесіне дайын болуымыз керек деген дейді. Қазіргі таңда өзіңіз қарап отырсаңыз, енді оларға енді шынымен де ауадай қажет болып отыр. Дегенмен де қашықтан оқу жүйесінде. Ал біздің елде мұндай бұрын соңды болмаған.
аяқ асты осылай қазір мына қашықтан оқу жүйесіне көшіп 4 бағыт бойынша оқып жатыр. Ол жаңағы теледидар арқылы, радио, почта және интернет арқылы. Енді қараңыз, мына жерде почта демекші, почтаға бір қызық сұрақтарды көпшіліктің туындап жатқаны бар. Почта арқылы қалай оқиды? Жарайды, шалғайдағы ауылды мекендерге почта әр сағат сайын барып тұра ма, әлде күніне барып тұра ма? Ауылда ондай жерлер көп қой дейді. Бұнымен қалай білімді қамтамасыз етіледі, жалпы мына почта бойынша, сол туралы айтып кетсеңіз. Біздің еліміздің енді бір айтып жатырмын ғой, осындай төтенше жағдайда жаңағы жақсы жағымызды, әлі жетілдіретін жағымызды да байқатып жатыр. Ол бүкіл елдің интернет желісімен қамтылмағандықтан, сондықтан да почта арқылы оқыту қолға алады. Бірақ енді оның сапасы болады деп ойламаймын. Ол өте төменгі деңгейдегі білім сапасы болады. Білім сапасы сондай. Сондықтан да мүмкіндігінше ендігі бүкіл мемлекеттің барлық күші адамның, біздің қоғамымыздың болашағы адам капиталы деп ойлайтын болсақ, осы адам капиталын, ол болашақ біздің жас ұрпақтарымыз. Соған кез келген төтенше жағдайға дайын болудың бір жағы осы деп ойлаймын. Осыны қолға алу керек. Әзір енді ол кемшіліктердің бұрын қайттан толтыру оңайға соқпайды. Иә. Қазіргі таңда тағы да бір осындай сұрақтардың бірі, ол мен өзім жаңа жоғарыда да өзім бұған дейін де жаңа айтып кеткен едім, сұрақ қойып кететін, компьютер жаңадан шыққанда ата-аналар балаларын барынша жауаптауға тырысатын. Себебі олардың ойынша баланың ой өрісі дамымауы мүмкін деген қағидат сақталып қалған әлі күнге дейін. Бұл жайлы не дейсіз? Жалпы ата-аналардың несі, уайымы дұрыс па, әлде бұрыс па осы тұрғыда? Иә, оның екі жағы бар деп айттық. Ол медицина жағынан да, ол психологиялық жағынан да, ол жаңағы тәрбиелік жағынан да. Егер ол отырған бағдарлама, ол отырып ойнап отырған ойыны, ол қандай бағыттағы? Егер ол адам оның жаңағы зиянды ойындармен ойнатса, әрине баланың психикасына әсер етеді. Баланың психикасына, денсаулығына да оның кері әсері бар. Жаңа айттық қой бізде, баланы дұрыс ақпараттармен қамтасу, дұрыс ойындармен ойнауға, соның тәрбиелеп, соған бағыттау керек. Үнемі баланы қадағалауда ұстау керек. Баланы уақытысында отырып, уақытысында шығуға, сол немен ойнап отыр, немен танысып отыр, мен қадағалау жағдайында ғана бұл дұрыс болады. Ал қадағаламаған жағдайда ол дұрыс емес жаққа кетеді. Оны қайтару қиын. Өйткені жаман жақ адамды тез баурап алады. Тез бағынып кетеді. А жақсы жаққа үйрету өте қиын. Оны адамның ерік күші, кішкентай кезінен солай адамның психикасы, ерік күшінде, өзінің қабылдауында оны бағындыру қиын. Оған күш жұмсау керек. Оған әрине ересектің дұрыс бағыты, ересектің дұрыс талабы болмаса, ол жаңа жеңіл жаққа кетіп қалады. Жеңіл деген не? Жаңағыдай қорқынышты, неше түрлі баланы тәуелді ететін ойындарға тартып келтіру. Енді мынандай бір сұрақ туындап отыр тағы да. Өзіңіз білесіз, жақында осы министр басында, сәуір айының басында біз алғаш рет тестілеп көрген, яғни онлайн арқылы оқу. Zoom, Skype демекші, осы қазір өзіміз сөйлесіп жатқандай. Байқауымша министр айтты сол кезде, не деп, мына интернеттің жылдамдығы жетіспейді деп. Сол себепті онлайн оқуды қолға алмайтын болды деп. Ал егер де мысалы интернеттің қуаттылығы, жылдамдылығы бәрі жетіп тұрғанда, сіздің ойыңызша Zoom, Skype арқылы сабақ өткізген дұрыс па, әлде жаңа теледидар немесе почтаны есептемегенде өзіңіз айтып кеттіңіз, басқа да радиомен, қайсымен оқыған дұрыс деп ойлайсыз? Менің ойымша осы интернет желісі арқылы өте қолайлы. Өйткені тура байланысқа түседі. Тура байланыста диалогқа түседі, әңгімелесе алады, сұрағын қоя алады, кері байланысқа түседі. Кері байланыс болғасын, ол сұрақ болады, жауап болады, осындай. Бұл ерекшелігі осы онлайнның, осы тура
скайппен немесе зуммен немесе бебекспен немесе басқа да платформалар бар ғой, сондағы ерекшелік бұл тікелей байланысқа түседі және тура баламен сөйлесуге мүмкіндік бар. Тура бұл баламен жеке жұмыс жүргенмен бірдей ғой, әрбір оқушымен жеке жүргенде. Егер топпен жүргізген қандай, әлде жеке баламен жүргізген. Ол жеке баламен жүргеннен кейін ол әрине оның нәтижесі болады. Сондан болашақта осыған күш салады деп ойлаймын. Біздің білім министрлігі барлық жағдайын қарастырып жатыр. Осындай аяқ астында болған осындай жағдайда шығудың жолдарын тауып жатыр. Мысалы, жоғарғы оқу орындарында бұндай көбісінде бұл мәселе шешіліп отыр. Аз бір-екі ғана студенттер болмаса, әйтеуір олар WhatsApp арқылы шықса да, электрон почтаға апарып салса да, көпшілік бізде жақсы жолға қойылған. Өйткені біздің практикамызда болды. Арақашықтан оқу деген 8 жыл болды біздің көшкенімізге. Сондықтан біздің тәжірибеміз бар бұл жөнінде. Ал енді мектеп енді көшіп жатыр ғой. Сондықтан бұл жөнінде әлі дайындық жоқ, бұл жөнінде әлі тәжірибелер аз. Ол кез келгеннің жаңа басталған істің ол бірден жақсы болып кетуі мүмкін емес. Ол қиындығы болады, кедергілер болады. Сол қиындықты, кедергіні жолдың іздестіру болады, оған уақыт керек. Кез келген жағдайда. Сондықтан ол егер дәл осыдан кейін біз осы қиындықты, кемшіліктерді байқағаннан кейін ол жолға қойса, бұл білім беру жүйесінің сапасы ерекше болады. Енді қараңыз, осы міне көзді ашып жұмғанша алғашқы аптамызда қатаң оқу жүйесі бойынша оқып жатқанымызды өзіңіз де оны көріп отырсыз. Айта кетсеңіз, қалай болды жалпы осы аптада өзіңіз үшін мұғалім ретінде? Енді бірінші күні енді ата-аналардың алдында да, мұғалімдердің де қорқынышы болды. Айттым ғой, жаңа тәжірибе бұрын әлі не болады екен, қалай болады деген сұрақтар болды. Ата-анада да, мұғалімдерде де, оқушыларда да. Сол бірінші күнде көп проблемалар болды, бірақ сол шешілгеніне қуандық. Қазір енді қарап отырмын, мен мынау неден балапаннан көріп отырған нелерін болып жатқан жаңа сабақтарды, сосын ел-арна арқылы жүргізіліп жатқан сабақтарды көріп отырмын, жақсы. Сосын ата-аналармен де сөйлесіп отырмыз. Қалай болып, өйткені біздің объектіміз сол балалар ғой, қалай болып жатыр деген. Сосын біз мұғалімдерге көмектесіп отырмыз. Мұғалімдерге, мектептің мұғалімдеріне, жоғары біздің Қыздар педагогикалық университетінің мұғалімдері және біздің 3-4 курстың студенттері көмектесіп жатыр тапсырмаларына, мұғалімдерге. Осы жақ біздің шамасы мұғалімдердің де ата-аналардың жұмысын жеңілдетіп жатыр ма деген сұрақ ойға келіп жатырмыз. Көп сұрақ соңғы кезде қойылмай жатыр. Сұрақтың аз болуы, проблеманың аз болған деген сөз. Әрине. Жаңағы сіздер сабақтарыңызды қалай бастайсыздар? Ертеңгісін жаңа тұрасыздар, телеарнаны қосасыздар, ол уже дайын видеороликті көріп отырасыздар. Тек оқушының туындаған сұрақтарын күтіп отырасыздар ма, әлде өздеріңізде бір нәрсе түйіп жазып отырасыздар ма, мүмкін тағы бір ойларыңызды бөлісіп отырасыздар ма, сол тақырыпқа байланысты оқушылармен? Маған ұнайды. Өйткені мен магистранттарға берем, сабаққа кәдімгі сабаққа келген, аудиторияға келгендей дайындалып келеміз. Алдын ала сабақ презентациямыз бәрі ішінде тұр. Бұл жерде проблема жоқ. Мысалы, кез келген аудитория интерактивті тақтаны қосасың, оны салу керек, оған уақыт кетеді ғой. А сізде мына компьютерде бәрі дайын тұрады. Сосын студент келеді, олар қосылады, амандасамыз. Сосын лекциямызды бастап кетеміз, презентациямыз қоямыз. Сосын оларға тапсырма береміз, алдын ала беріп қоямыз. Олар көрсетеді, олар қорғайды. Сосын әрқайсы қосылып отырады да, берген тапсырманы қорғайды сол жерде отырып. Өте қызық өтеді. Меніңше бұл сапалы ма деп қалдым. Маған ұнап қалды. Олар қорғағанда қалай қорғайды? Видеоға түсіріп қорғай ма? Сіздерге жібере ма? Не жазады, презентациясын жазады, схемаларды. Мысалы, балалармен жүргізетін эксперименттердің этаптарын көрсетіңіздер. Әрбір этапта сен жоспарлайсың.
бірінші анықтау экспериментінде не істейсің, қалыптастыру іспен шамамен жоспарын құр дейміз. Мысалы ата ана қоятын сұрақтарым болады. Олар кәдімгі сызба қылып жасап әкеледі да, мен былай жасар едім мына деп әрқайсысы қорғап шығады. Өте қызық өтеді сабақ. Маған ұнап қалды. Келей жеке-жекесімен отырып жұмыс істейсің. Сол жері жақсы. Сізге сонда жаңағы әр видеоны әр оқушы общий чатқа бере ме, әлде бөлек-бөлек па? Бөлек-бөлек бізге тапсырма беріп қоямыз ғой алдын ала. Осы сабаққа қорғайтын тапсырмаларын алдын ала бізде универ жүйесі деген бар, дистанционный бөлім деген, соған жіберіп қоямыз тапсырмаларында. Олар орындап уже сабаққа алып келеді. Алдын ала сол жерге жібереді. Оны бағалап қоямыз. Сосын одан қалған тапсырманың кейбіреуін мына сабақта қорғайды. Мысалы, айта беріңіз. Енді әрине группада шағын болса, ол өте сапалы, шағын. Мысалы группада 10-12-ден аспаса, ол жақсы. Егер 30 болса, өте қиындау. Әрқайсысы орындалмайды. Ондай жағдайда жаңағы тапсырмаларын универ жүйесіне жібереді, модульге жібереді, содан барып біз танысамыз. Соған балл қоямыз. Жаңағы әдеттегідей мына университетте оқып жүргенде кейбір студенттер сабаққа келмей қалады ғой. Бұл тұрғыда да сондай оқиғалар орын алып отыр ма? Ерекшелігін айтып кетейін. Бұл жүйенің мына орысша прозрачный дейміз ғой, бәрі ашық. Қай студент сабаққа келеді, белгілі отырады. Кім дұрыс сабаққа дайындалмағаны, барлығы ашық көрініп тұрады. Ашық, сол жері жақсы. Жүйелі келуге, жүйелі қатысуға тырысады. Өйткені міне сізді көрмей тұрмын, қайда бәрі тексереді. Біз ғана емес қой, біздің үстімізден тексеретіндер бар. Сол жағынан өте тиімді ма деп қалдым. Мектеп оқушылары, мысалы мектеп оқушыларына қазір білім ленд, күнделік KZ, дарын онлайн деген арнайы онлайн платформалар бар да. Мұнда өздері жаңа мұғалімдер сабақтарының тақырыбын түсіндіріп жазып кетеді, жаңа сұрақтарын қояды. Одан кейін барып соңынан тест, емтихан алып, баламен кері байланысын отырып, осылай жұмыс жасайды. Ал университетте сіздер қалай жұмыс жасайсыздар? Арнайы платформаларыңыз бар ма? Бізде де платформа Zoom-мен жұмыс істеп жатырмыз, Webex-пен жұмыс істеп жатырмыз. Zoom-да онда да бар тест бар. Әрбір тақырып сайын мұғалімдер тесттерін құрастырады, сабақтың соңында тестте жауап береді. Тестте белгілеп береді, 1-2 минуттың ішінде олар бағаланып қалады. 1 минуттың ішінде. Қаншалықты меңгерген. Бұл өте тиімді деп қалдық біздер. Мысалы, сабақтың үстінде барлығын тесттерді үлгере алмайсыз ғой. Қаншалықты білген. Соңғы лекцияның соңында да жаңағы тапсырма сұрақтар беріп қояды. Аналар түсінгенін, не меңгергенін белгілеп, тест белгілеп, анау қызылды, жасылды, көк болып кәдімгі тест өзінің бағасын береді. Тиімді жақсы. Енді жаңағы кейбіреулер таң қалатын әрине дене шынықтыру сабағы демекші. Ол жақтарынан енді әрине видеоға түсіріп қана жіберетін шығар, ал сіздердің сабақтарыңызды тоже видеоға түсіріп жібереді. Мысалы, кейбір мұғалімдер болады да, осындай журналистика мамандығы бойынша болса, мақаланы жазса, оны Текст.ру деген сайтпен тексереді да, яғни көшіріп алды ма, бір жерден көшіріп алмады ма демекші, сондай тексеруден өткізеді. Сіздерде сондай бір нәрсе бар ма? Бізде солай. Мысалы, біздер эссе жаздырамыз сабақта, кейбір әрбір тақырып бітеді, бір тарау біткеннен кейін эссе жаздырамыз. Сол эссені біз анау антиплагиат деген программалар көп қазір. Соған саламыз да, сартыратып, бұл бір жағынан енді болашақта біздің алдымызда әлі белгісіз ғой. Егер карантин ұзартылып жатқанда біздің сессиямыз да көктемгі сессия. Ол кезде енді жазбаша емтихан тапсыратын болса, бұл да студенттер психологиялық жағынан дайындық. Екінші, өзінің шығармашылық түрде алдын ала дайындау қажеті туралы ескерту. Қазір техниканың мүмкіндіктері қандай екен, олардың көзін жеткізу. Сосын осындай бір жазуға дейін бейімделіп қала ма деген сенімдеміз. Осындай жазбаша жұмыстарды да беріп жатырмыз ол жағынан. Дайындық бұл дейді. Жазбаша, ауызша және тест арқылы емтихандар алуға психологиялық, методика, бүкіл білімді жағынан дайын болсын деген алдын ала ескерту деп ойлаймын. Енді мына аманшылық болып жатса,
Алла қалап жатса осы карантин бітіп, әдеттегідей осы студенттер, оқушылар мектептеріне, білім ошақтарынан барып сабақтарын жалғастыратын болады әрине. Десе де қашықтан оқу жүйесін сіздің ойыңызша жалғастыруымыз керек пе? Я болса ондай қай уақытта, қай жерде немесе қандай білім ошақтарында өткізгеніміз жөн? Меніңше бұны жалғастыру қажет деп ойлаймын. Өйткені бұл бізге үлкен практика болды. Әрі жалғастыратын болсақ, егер практикада болатын болса, оның әлде жетістіктен, әлде алға қарай дамуына ықпал болады, біріншіден. Екіншіден, мысалы жоғарғы оқу орындарында бізде бұрын сырттай дейтінбіз, қазір арақашықтан оқыту дейді, қашықтан білім алу деп аталып жүр. Соны енді мына күндізгі бөлімдегі студенттерге де сондай мүмкіндік жасады. Бізде мысалы колледж бітірген студенттер бар, 3 жылдыққа түсетін. Олардың бір дипломы бар ғой. Міне сондай студенттерді менің ойым осындай арақашықтан ауыстыруға болады, оқытуға. Күндізгі бөлім демей-ақ оларды. Болмаса бізде мына денсаулығына байланысты немесе мүмкіндігі шектеулі адамдардың білім алуын арақашықтан ұйымдастыруға болады деп ойлаймын. Жалғасса екен деген ойдамын. Рахмет Сайран Нағышбайқызы, сізге уақытыңызды бөліп бергеніңіз үшін. Дегенмен осымен біздің эфиріміз тәмам. Сізге алдағы уақытта тек сәттілік, молшылық, табыс тілеймін. Оқушыларыңыз ылғи да беске оқып, сізді қуантып жүре берсін. Рахмет сізге. Көп. Рахмет сізге де. Жұмыстарыңызға табыс, шығармашылық, жетістіктер тілеймін. Әрдайым осындай тек жақсы уақытта, жақсы хабарлама, жақсы жаңалықтар айтуға жазсын. Рахмет сізге. Әумин, рахмет. Сау болыңыз.